қандай уақытта сіз чекап өту керек деп ойлайсыз? Қандай уақытта дегенде, енді қазір мына қыстан шығып көктемге келіп жатыр ғой, бірінші тексерілетін уақыт осы. Жалпы көктемге жазға кіріп жатқандықтан қыстан ресурстар азаяды. Қазір бір тексерілу, сосын күзге қарай бір тексерілу. Жалпы денсаулықта строгий бір сезон жоқ негізі. Өтем десең жыл 12 ай өтсең де болады. Мысалға да өзіміз біз айында өтеміз, айында мысалға да айында 100 мыңдап кетіреміз. Неге? Өзімізді тану үшін, білу үшін, ол біз үшін. Ішкен дәріміз қалай әсер етіп жатыр? Тексеруге, ертең пациентке дұрыс беру керек деген сияқты. Дұрыс па? Мүмкін біз дұрыс нәрсе ішпей жатқан шығармыз. Ол әсер етпей жатқан шығар деген сияқты. Біз өзіміздің бойымыздан өткізген дәрілер болсын, әрекеттер болсын, соларды ғана ұсынамыз ғой, Ал жалпы мен чекапты кімдерге өту керек деп айтамын. Дұрыс айтасыз, көктемде, күзде әсер есе бала емізіп отырған әйелдер, жүкті әйелдер міндетті түрде және үлкен кісілер. Жалпы күз бен көктем айларында үлкен кісілердің осы дүниеден озып кетуі жиірек кезігеді екен. Әсіресе көктемде күн жылынып бастағанда. Қозылмалы аурулар қоза бастайды, организм детокс функциясы әлсірейді. Сондықтан үлкен кісілерді, аналарыңыз, әкелеріңіз ұзақ жасасын, қастарыңызда болсын десе, міндетті түрде әке-шешелеріңізді хотя бы минимальный чекапқа әкеп тексертіп алыңыздар. Негізі ол кісілердің денсаулықтары мықты. Кішкене ғана топливасын беріп, көңіл күйін көтеріп қойса, олар әлі де талай өмір сүретін адамдар.